Яғни осы атаулы күнге орай жылма-жыл Қазақстанның әр өңірінде алаш апталықтары өтіп тұрады. Алаш айлығы, алаш сағаттары деген сияқты. Биыл біз Семей қаласында, Алаш қаласында осы ерекше шараны қолға алып отырмыз. Бұлан бұрынғаннан өзгерек дегенде, биылғы шараның да форматы өзгеше болып жатыр. Әртүрлі лекциялар, семинар тренингтер өтті. Осының аясында, апталық аясында өзгеше жоба ретінде, эксперимент жоба ретінде біз алаш әндері музыкалық танымдық кешін қолға алдық. Яғни бұл айта кетерлігі, бұрын ешқай жерде алаштың музыкалық мұрасы жеке кеш болып өтпеген екен. Әрине әр жерде орындалып жүр, бірақ жеке кеш болып өтпеген. Осыған орай біз бұл алаш әндердің музыкалық танымдық кеш деп алдық. Яғни әр әнге танымдық ақпарат беріп, көрерменді алаш рухымен сусындатуды мақсат еттік. Бұл осы бірегей жобаны біз Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониямен бірлесіп өткізіп отырмыз. Жалпы бүгін Әлихан Бөкейханов атындағы университет пен Әміре Қашаубаев атындағы филармонияның ұйымдастыруымен алаш әндері кеш өтіп жатыр екен. Бұл кешке енді келуіміздің де себебі тәуелсіздігіміздің 31 жылдығына байланысты, жалпы тәуелсіздік күніне байланысты бұл енді жаңа форматқа көшіп жатыр ғой қазір. Жаңа деңгейде атап өтуіміз керек. Яғни бұл жерде өткен тарихымызға тағзым көрсету мақсатында, жаңағы жастарға сол ұлттық сананы қалыптастыру мақсатында өту керек деген ұстаным бар. Соған сәйкес мынау кешке арнайы келіп, жарма өңірінен оқып жатқан студенттерге қолдау көрсету мақсатында. Яғни қалай істесең айтқан бұл болашақ, еліміздің болашақтары ғой бұл кісілер. Бұл кісілерге барынша жаңағы қолдау көрсетіп, мақсатында ауданымызда береке қоры арқылы жаңағы аудан әкімі Жарқынбек Борашұлының қолдауымен бір реттік материалдық көмек көрсетейік деген шешім қабылданып, бүгін осы кеште әрбір студентке 100 000 теңгеліктен сертификаттар табыс етілді. Менің есімім Тәңірбергенова Айдана болады. Мен Шар қаласынан боламын. Осы бүгінгі алаш әндері танымдық концертінде бізге Жарма ауданының әкімі қолдау көрсетіп жатыр. Жалпы үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай қолдау көрсетіп көмек беріп жатқандарына.